жастар бақытты болсын, тойды естіп Шымкенттен арнайы келдік. Енді бір ортаға шығып билесеңіздер болады, вальс билесеңіздер болады. Жай ән орындап берейіздер, құрметтеріңіз. Той құтты болсын. Доброе утро. Қазір біз базарға бара жатырмыз, потому что азанда оптовкада, Алтын Ордада овощи өте арзан екен. Сол үшін қазір соленье, варенье жабуға оптың заттар ала баратырық. Ұйқым қымбат, конечно, кеше де дұрыс ұйықтаған жоқпын, ну пофигу. Біз Назгүлмен кездесіп жатырмыз, достар. Наз, жаным, Таразға келді. Музыка тыңдап отырмыз. Бүгін қызым екеуміз Бок-Бокқа келдік. Өзіміздің ең жақсы көретін кафеміздің бірі. Бұл жерде біле білсеңіздер, бүгін Жапония күні екен. Өйткені Жапония күнінде Жапон тағамынан екі тағам берілетін болса, өзіңізбен заказ, сіздерге подарыққа сиыр етінен гёдза берілетін болады. Так что міндетті түрде келдіңіздер. Біз енді өзіміздің ең жақсы көретін тағам том ямды бердік. Мен сіздерге түсіндіріп кетейін, бұл аптасына 7 күнде 7 түрлі азиялық тағамдар болады. Мысалы, біз бүгін Жапон күніне түссек, ертең Қытай күні деген сияқты. Қытай күнінде келіп, сіздер мысалы Қытайдың тағамынан заказ беретін болсаңыздар, сіздерге сыйлықтар беріледі. Аш соустар түрлі деген сияқты ғой, мысалы. Сондықтан келіңіздер, өте орналасқан жері де, және де мынау сырттағы қазір жаз айында өте жақсы. Жақындарыңызбен, летнийдарда достарыңызбен келіп отырсаңыздар болады. Міндетті түрде адрестерін қалдырын, инстаграмдарын қалдырып кетің.